Көбісі менде мынау плашты сұрайды, сен шаш тараздан шықтың ба деп, шаш тараздікі ма деп. Шаш тараздікі шығар, білмеймін өзім. Не бұл жақта бір Рост дейтін магазин бар. Арзан киім сататын жер, сол жерден алып алғам. Жауын болғанда жақсы да, сырғып түсіп кетеді. Негізі шаш тараздікіне ұқсайды, бірақ бұл өзі сондай күрте. Білмеймін, өзіме ұнайды. Қолайлы, жел өткізбейді деген сияқты ғой. В общем, сондай. Енді шаш тараз демекші, мексиканецтер маған мынандай нәрсені берген, шаш алуға барған кезде. Крем өте жақсы, маған пайдаланып отқаным 4-ші ай болды, әлі мен бітіре алмай жатырмын. Шашты тамаша қатырады. Бүйтіп аласың да, фың еткізіп. Хоп деп бүйтіп. Прическамен жүрсің, мексиканец сияқты. Мексиканец сияқты дегенде бәрі мексиканецке ұқсатады мен осында. Мен прическалар болады мен бірдей, полубокс. Естіп аласың міне. Болды. Жұмыста да жүргенде ана тиерлеп тепшіген кезде, мына 14 сағатқа 12 сағатқа смело жетеді. Сосын терлеген кезде сумен кішкене нетіп жүріп, шашын бүйтіп жүрсең, қайтадан тұра қалады. Зато жұмыста күн ыстықта әбіржіп жүрмейсің, жақсы да. Кішкене стильный болған дұрыс қой, достар, дұрыс па? Ал енді жарнама керек болса, шаш тараздікілер давайте жазыңдар, видеоларды көріңдер, келісеміз.